Оралда жас жігіт облыстық қорғаныс істер жөніндегі департамент ғимаратының 3-ші қабатынан секіріп кеткен. Салдарынан әскерге шақырту алған жасөспірімнің омыртқасына айтарлықтай зақым келіп, екі аяғына операция жасалыпты. Оқыс оқиға желтоқсанның 8-і күні болған. Сол күні шақырту қағазын алған анасы әскери комиссариатқа өзі барып, баласын келер жылдың көктеміне дейін қалдыра тұруды сұрайды. Бірақ әскерилер мұнымен келіспей баланы департаментке алып келіпті. Кейін әскерге шақырушылармен әңгімелесу қажеттігін айтып, әйелді үйіне қайтарған. Бірақ көп ұзамай баласының жарақат бөлімнен бір-ақ шыққанын естіген ана, өзін тым кәсі адаммын, ұлым мен қызымды жалғыз өзім тәрбиелеп отырмын. Әскерилер бұл істі жасырғысы келіп мені қорқытқан. Соң осы уақытқа дейін үндемей келдім. Бірақ кінәлілер жазаға тартылуы тиіс дейді ол. Начал трясти за грудки. Баламды кеудесінен ұрып, 1 жыл бойы қамауда боласың деп қорқытқанын кейін білдім. Тіпті әскерге барғысы келмегеннің өзінде бұлай істеуге бола ма? Кейін маған өздері күн сайын хабарласып, кездесуімді өтінді. Бізді жұмыстан кетіреді, көмек берейік деді. Барлық әңгімелерін жазып алдым, оларды жазасыз қалдырмаймын.